Футбол тарихында өзінің атын алтын әріптермен жазып кеткен аңыз ойыншы. Бразилияны Бразилия етіп әлемге таныстырған, 3 рет әлем чемпионы болған Пеле атымен танымал Эдсон Арантис ду Насименту 82 жасында 29 желтоқсан күні көз жұмды. Жақындарына қайғырып көңіл айтамыз. Бұл бөлімде футбол патшасы Пеленің неден қайтыс болғаны, соңғы сөздері, атақты футболшылардың көңіл айтқандары туралы сөз қозғаймыз. Желаяқты арнасымен бірге болыңыздар. Шыны керек, жеке өзімнің көзқарасым бойынша футболды футбол етіп әлемге әйгілі еткен дәл осы Пеле. Футболдың патшасы деп те бекер айтпайды деп ойлаймын. Себебі кез келген адам басқа футболшыларды білмесе де Пелені біледі. Өзімнің марқұм атам футболға мүлде қызықпайтын. Тіпті қазіргі таңдағы ең атақты футболшылар Месси мен Роналдуны да танымаймын дейтін. Бірақ кімдерді білесіз деп сұрағанымда, атам маған Пелені, Марадонаны және Лев Яшинді білем деп айтатын. 29 желтоқсан күні Пеленің қайтыс болған туралы хабар бүкіл интернетті жаулап алды. Пеле өмірінің соңғы уақыттарында тек аурумен күресте болды. Бір емес бірнеше ауру және бірнеше операциялар. Оның алдында коронавирус дерті әлемді жаулап жатқан кезде Пеле де ауырып, өткен ауруларын асқындырып жіберген жайы да бар екен. Өкпесі де ауырған, жүрек те бар. Ақыр соңы тоқ ішектің қатерлі ісігімен күресу нәтижесіз болып, Алланың қалауымен 82 жасында көз жұмды. Соңғы күндері қатерлі ісікке қарсы қабылдап жатқан химияларының күші болмай кеткен соң, дәрігерлер олай емдеулерін тоқтатыпты. Жалпы Пеленің жақындары қайтыс болуына дайын болған секілді. Пеленің көз жұмғанын хабарлау үшін атақты журналдар құрмет етіп Пелеге ең бірінші беттерін беріпті. Испандық Марка, Ұлыбританиялық Daily Mirror, франциялық L'Equipe және тағы да бір испандық журнал AS Пеленің тек аяқтарының суреттерімен астына патша деп жазып кетіпті. Катарда өткен әлем чемпионатының ортасында Пеле ауыр халде ауруханаға түсті деген хабар тараған болатын. Осыған байланысты әлем чемпионаты кезінде көптеген жанкүйерлер Пеленің суреттерін ұстап, Бразилия футболшылары ойыннан кейін үлкен баннерларын алаңға алып шығып, тек моральды түрде қолдау көрсетті. Ал қаланың әкімшілігі Пеленің суретін қаланың үлкен ғимараттарынан шығара бастады. Әлем чемпионаты басталмай жатып, Пеленің өзі ұлттық құрамаға сәттілік жолдап үлкен сенім артқан еді. Футболшылардың үстіне үлкен жауапкершілік ілініп жатыр. Сол үшін өздеріңе сенімді болуларыңды тілеймін. Сәттілік, бүкіл Бразилия сендермен мақтан тұтады. Соңғы рет Бразилия ұлттық құрамасының жейдесін киген кезінде 3 жұлдыз болатын. Ал қазір 5 жұлдызы бар. Енді 6 жұлдыз болады дегенге сенемін, деп өзінің ыстық сөздерімен айтып жігіттерді жігерлендірген болатын. Алайда Бразилия ұлттық құрамасы ширек финалда Хорватиядан есе жіберді. Ал енді бүкіл әлем Пеле туралы не деп жатыр? Килиан Мбаппе, футболдың патшасы, бізді тастап кетті. Бірақ оның бізге қалдырған мұрасы ешқашан ұмытылмайды. Криштиану Роналду, бүкіл Бразилияға қайғырып көңіл айтамын. Әсіресе Пеле мырзаның отбасына. Барлық футбол әлемі қайғырып жатқан кезде футбол патшасына жай ғана «Қош бол» деп айту жеткіліксіз болады. Ол 100 мыңдаған адамға шабыт беруші. Пеле ешқашан ұмытылмайды. Оның есімі әрбір футбол жанкүйерлерінің жадында мәңгі сақталады. Жатқан жеріңіз жайлы болсын. Серхио Рамос. Оны аңыз деп айту жеткіліксіз. Бүгін бізден футбол патшасы кетті. Футбол ешқашан сізді ұмытпайды. Жатқан жеріңіз жайлы болсын, Пеле. Икер Касильяс. Футбол үшін қайғылы күн. Бізден аңыз кетті. Біз мақтан тұтамыз және жақсы көреміз оны. Жатқан жеріңіз жайлы болсын, Пеле. Неймар. Меніңше Пелеге дейін футбол жай ғана спорт қана болатын. Ол барлығын өзгертті. Ол футболды өнер ете білді. Футбол мен Бразилия өзін тек Пеле арқылы көтере білді. Ол кеткенмен оның сиқыр қалады. Пеле мәңгі. Лионель Месси. Жатқан жеріңіз жайлы болсын, Пеле. Роберт Левандовски. Жатқан жеріңіз жайлы болсын, чемпион. Аспанда тағы да бір жұлдыз пайда болды. Ал футбол әлемі өзінің батырын жоғалтып алды. Роналдо. Ерекше, шығармашыл, мінсіз, данышпан. Пеле қайда барды, сол жерде тұрақтай білді. Ол ешқашан биік шыңнан кеткен жоқ. Бірақ бүгін бізді тастап бара жатыр. Футбол патшасы тек бір ғана, барлық уақыттарға ұлы адам. Әлем қайғырып жатыр. Сіздің талантыңыз бұл әр ойыншы өту керек мектеп. Мұраңыз ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Пеле мұрасының арқасында әлі де өмір сүретін болады. Бүгін де және әрқашан біз сізді құрметтейтін боламыз. Рахмет, Пеле, жатқан жеріңіз жайлы болсын. Зинедин Зидан. Пеле мәңгі патша. Лука Модрич. Патша, сіз әрдайым аңыз болып қаласыз.
деген секілді көптеген атақты футболшылар өздерінің көңілдерін айтуда. Қош бол, футбол патшасы Пеле. Ал біздің видео осымен тәмам. Қолдау ретінде Желаяқтай арнасына тіркеле кетіңіз. Амандықта жолыққанша сау саламат. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu